парентингті қолдайды? Ең алдымен біз дефиницияға кезек беріп кетсек, бірінші тайгер парентинг бұл баланың мектептегі және академиялық жетістіктерге жету мақсатында ата-анасының жоғары талап қою арқылы тәрбиелену әдісі. Ата-ана бұл баланың заңды өкілі, отбасы мүшесі болып табылады. Бала енді дамып келе жатқан ақ парақтай тұлғаны айтамыз. Енді біз бұл қарарды қолдай отырып, мынандай аргументтер келтіреміз. Бірінші, бұл тайгер парентинг баланың жоғары академиялық жетістікке жетуіне көмектеседі. Ең біріншіден, тайгер парентинг балалардың оқу үлгеріміне ерекше көңіл бөледі. Бұл олардың мектепте үздік нәтижелер көрсетуіне мүмкіндік береді. Бұл тәсілде балалар тәртіпке, табандылыққа, уақытты дұрыс басқаруға үйренеді. Математика, ғылым, музыка сияқты салаларда үздік нәтижелерге жиі кездеседі. Зерттеулер бойынша тайгер парентинг арқылы тәрбиеленген балалардың академиялық көрсеткіштері жоғарырақ болады. Екіншіден, төзімділік пен еңбекқорлықты дамытады. Тайгер парентинг балаларды қиындықтарға қарсы тұруға және табысқа жету үшін қажырлы еңбек етуге үйретеді. Бұл өмір бойы қажет болатын дағдылар тек мектепте ғана емес, болашақ мамандықтарға да қажет. Ерте жастан еңбекқорлыққа дағдыланған бала өмірлік кедергілерден қорықпай, бұл тәсілде балаларды өзіне сенімді, мақсатшыл тұлға ретінде қалыптастыра алады. Үшіншіден, баланың әлеуетін толық жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тайгер парентинг баланың шын қабілетін ашуға және оны тиімді пайдалануға көмектеседі. Баланың шектеулі сенімін бұзып, өзінен көп үміт күтуді үйретеді. Көп жағдайда балалар өздері ойлағаннан да қабілетті, тек дұрыс бағыт пен бақылауды қажет етеді. Тайгер парентинг ата-ананың белсенді араласуы арқылы баланы дұрыс жолға бағыттайды. Төртіншіден, ұзақ мерзімді табысқа қол ашады. Тайгер парентинг тәртібі мен табысқа ұмтылу мәдениетін қалыптастырады. Бұл болашақта мансаптық және қаржылық тұрғыдан табысты болуға мүмкіндік береді. Жоғары білім мен еңбекқорлық кәсіби өмірде артықшылық береді. Тайгер парентинг тәрбиеленген балалар элиталық университеттерге түсіп, бәсекеге қабілетті маманға айналады. Бесіншіден, ата-ананың бала тәрбиесінде белсенді рөлі. Бұл модельде ата-ана тәрбиені сырттан бақыламай, белсенді қатысады. Бұл баланың дамуында жүйелік пен тәртіпті қамтамасыз етеді. Ата-аналар баланың қай бағытта дамып жатқанын нақты бақылап, түзету енгізе алады. Бұл тәсіл балаға немқұрайлы қарамай, оған үлкен үміт арту арқылы сүйіспеншіліктің бір көрінісі бола алады. Келесі статистикаларға келетін болсақ, Тайвандағы зерттеудің нәтижесінде өзін-өзі бақылау академиялық өсуді болжайды. 2017 жыл Тайванда жүргізілген зерттеу бойынша IQ деңгейі бастапқы академиялық көрсеткіштерді болжауда маңызды рөл атқарса, ұзақ мерзімді академиялық өсуді болжауда өзін-өзі бақылау әлде қайда маңызды болып шықты. Бұл зерттеу қыздардың жоғары бағаларының өзін-өзі бақылаумен байланысты екенін көрсетті. Sage Journals. Қорыта келгенде, тайгер парентинг баланың мүмкіндіктерін толық ашуға бағытталған, талап пен тәртіпке негізделген тәрбиелеу әдісі. Бұл модель баланың академиялық жетістігін арттырады, оны еңбекқор, табандылық пен мақсатқа жететін тұлға ретінде қалыптастырады. Ата-ананың белсенді қолдауымен баланы зиянды әдеттерден аулақ ұстап, жүйелі даму жолына салады. Статистикалық деректерде көрсеткенде, ата-ананың қатты, бірақ қамқор болу бақылауы балалардың мектептегі жетістігіне және өмірлік табысына оң әсер етеді. Әрине, бұл тәсілді асыра қолдану кері әсер беруі мүмкін, бірақ дұрыс үйлестірілген тайгер парентинг баланы табысты, жауапты әрі төзімді азамат етіп тәрбиелеудің тиімді жолы болып табылады. Палата тайгер парентингті қолдамайды. Біз оппозиция тарапы тайгер парентингті қолдамаймыз, себебі тайгер парентинг әдісі балаларға зиянын тигізіп, олардың психологиялық әл-ауқаты мен тұлғалық дамуын шектейді. Оған белгілі аргументтер бар. Бірінші аргументіміз психологиялық қысым және күйзеліс. Тайгер парентинг баланың психологиялық денсаулығына кері әсер етеді. Ата-ананың жоғары талаптар мен үздік нәтижеге деген мәжбүрлеуі балада стресс, үрей және депрессия тудыруы мүмкін. Зерттеулер көрсеткенде, мұндай қысымда өскен балалар өзін-өзі төмен бағалап, өз сәтсіздіктерін көтере алмайды. Бұл олардың өмір бойы үреймен өмір сүруіне себеп болады. Бұған нақты дәлел айтып кетіп, статистика келтіріп кететін болсам, Америка психология қауымдастығының 2023 жылғы зерттеуі. Ата-аналармен тәрбиеленген жасөспірімдердің 68%-да күйзеліс деңгейі жоғары, және 45% өз жетістігін жеткіліксіз деп ойлайды. Екінші аргументім ішкі мотивацияның жойылуы.
Ата-аналар балаларын тек жақсы бағалар үшін оқуға мәжбүрлейді, бірақ бұл олардың оқуға деген шынайы қызығушылығын жояды. Бала өз жетістіктерін ата-анасының мақұлдауы үшін ғана жасайды, ал еркіндік болмаған жерде жауапкершілік пен өзін-өзі дамыту дағдысы қалыптаспайды. Ересек өмірде мұндай адамдар өз бетімен шешім қабылдаудан қиналады. Философия келтіріп кететін болсам, неміс философы Иммануил Кант адам өз еркімен әрекет етуі керек, еркіндік болмаса моральда болмайды деген. Ал баланы үздік оқуға күштеп мәжбүрлеу оның еркіндігін шектеу болып саналады. Мысал келтіріп кетсем, Оңтүстік Корея мен Жапонияда мұндай тәрбие кең таралған елдерде жасөспірімдер арасында суицид деңгейі жоғары. 2023 жылы 100 мың адамға шаққан. Үшінші аргументіміз ата-ана және бала қарым-қатынасының нашарлауы. Бала үнемі сын мен жазалауға ұшыраған кезде ата-анасына деген сенімі төмендейді, ашық сөйлесуден қашады. Солай бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынас алшақтай береді. Олар ата-анасын қолдау көзі емес, талап етуші ретінде көреді. Мұнда қарым-қатынас ересек өмірде де сақталып, ата-анамен алшақтауға әкелуі мүмкін. Мысалы, бала үнемі ата-анасының жанында жүрмейді. Солай олар жоғары оқу орнына түскен кезде, басқа қалаға кеткен кезде ата-анасымен мүлдем сөйлесе алмауы мүмкін. Статистика келтіріп кететін болсақ, 2019 жылы жүргізілген зерттеу нәтижесінде қатал ата-аналармен өскен балалардың 57% ересек өмірде ата-анасымен эмоционалды жақындық сезінбейтінін мойындаған. Төртінші аргумент – шығармашылық және тәуелсіз ойлаудың шектелуі. Тайгер парентинг тек академиялық көрсеткіштерге басымдық береді, ал шығармашылық, эмоционалды интеллект және өмірлік дағдылар көлеңкеде қалады. Академиялық көрсеткіштер ол табысқа жетудің басты көзі емес. Эмоционалды интеллект жаңа айтып кеткенде өмірлік дағдылар да белгілі рөлді ойнайды. Философ Фридрих Ницше өмір эксперименті, егер қателесуден қорықсаң, ешқашан жаңалық ашпайсың деген. Бірақ қатал ата-аналар балалардың қателесуіне жол бермейді. Бұл олардың жаңа нәрсені сынап көрінуіне кедергі жасайды. Статистика келтіріп кететін болсам, Жапониядағы Токио университеті жүргізген зерттеу бойынша, тайгер парентинг әдісімен тәрбиеленген балалардың 80% стандартты тапсырмаларды жақсы орындайды, бірақ еркін ойлауды талап ететін мәселелерде 60% сәтсіздікке ұшыраған. Қорытындылай келе, біз академиялық жетістіктің маңызды екенін түсінеміз, бірақ тек нәтижеге бағытталған тәрбие баланы жеке тұлға ретінде дамуын шектейді деп санаймыз. Шынайы жетістік тек баға мен диплом емес, бақытты, өзіне сенімді және тәуелсіз ойлай алатын тұлға болу. Сондықтан біз тайгер парентинг әдісі ең тиімді тәрбие моделі деген пікірмен келіспейміз. Ал бұл палата бізде тайгер парентинг қолдайды. Енді бірінші қатаң тәрбие ол баланы ауыр емтихандар мен өмірлік қиындықтарға дайындайды. Яғни тайгер парентинг балаға ерте жастан бастап тәртіппен еңбекқорлықты үйрете отырып, болашаққа тап болатын күрделі сынақтарға психологиялық түрде мен интеллектуалдық түрде дайындайды. Осыған мысал әрине Қытайдағы Гаокао. Бізде Қазақстанда ОБТ, Ресейде ЕГЭ, Беларусьте ЦТ-МТ деген экзамендер болса, Қытайда Гаокао деген экзамен бар. Бұл экзамен ұлттық бірыңғай жоғары оқу орындарына түсуге арналған экзамен болып саналады. Әлемдегі ең қиын, сонымен қатар бәсекеге толы емтихандардың бірі. Бір уақытта 13 миллиондап түлектер осыны тапсырады. 2 күнге созылады. Оқушылар күніне 12 аудиторияда оқи отырып, қатаң тәртіппен өмір сүреді. Бұл емтихан олардың өмірдегі келесі қиындықтарына, мүмкіндіктеріне тікелей байланысты. Яғни, мұны емтиханға дайындық тек білімді емес, сонымен қатар тәртіп, шыдамдылық, уақытты басқару және табандылық талап етеді. Тайгер парентинг дәл осы қасиеттерді бала бойына сіңіреді. Екі, тәртіп ол ұзақ мерзімді жетістіктің кепілі. Тәртіп пен өзін-өзі басқару балаға тек мектепте ғана емес, өмірдің барлық саласында қажет. Тайгер парентинг бұл тәртіпті жүйелі түрде қалыптастырады. Мысалға, Жапония мемлекетін алсақ, Жапония тәртіп пен өзін-өзі бақылаудағы әйгілі ел. Ондағы оқушылар кіші жасынан бастап мектепте тазалық жұмыстарын өздері атқарады, қоғамдық ережелерді қатаң сақтайды. Бұл ұлттың еңбекқорлығы мен тәртіп экономикалық табысының негізіне айналады. Яғни осы мемлекетте жапондық бушидо деген заң бар. Бұл заңда айтылған тәртіпсіз еркіндік өзіне және қоғамға зиян келген. Бұл тайгер парентингтің негізделген тәртіптің маңызын дәлелдейді. Үшінші, ерте жауапкершілікке үйрету ол болашаққа деген еркіндікті береді. Қатаң тәрбие арқылы бала ерте жастан міндетті мен жауапкершіліктерге сезінеді. Бұл болашақта өзін-өзін дұрыс ұстауға септігін тигізеді. Мысал алсақ, Қытай елінде немесе Жапонияда оқушыларға үй тапсырмасын орындамау, сабақтан қалу үлкен тәртіп бұзушылық ретінде қабылданады. Бұл қоғамда жеке жауапкершілікті жоғары қоятынын көрсетеді. Осыған келтіретін ең атақты Конфуцийдің сөзін келтірсек, ең алдымен өзіңді жеңе біл, сонда ғана өзгелер сені құрметтейді.
қатаң тәрбие баланың өзін басқаруға, сонымен қатар ішкі жауапкершілікті үйретудің нағыз кепілі. Төртіншісі, қиындықтарға төтеп беру табысты өмірден кепілі. Тайгер парентинг балаға қорқынышсыз, табанды, күрделі жағдайларға бейім болу өсіреді. Бұл болашақ өмірдегі күйзеліске, қысымдыға деген төзімділікті баланың бойында арттырады. Бұған мысал, бізде Scientific Personality Inventory деген сияқты қиын психологиялық кәсіби тесттер Азия мемлекеттерінде қатты дамыған. Яғни осы тесттің арқасында адам жұмысқа тұра ала ма, төзімді ме қиындықтарға деген сұрақтарға жауап бере алады. Бұл сұрақтардың өту үшін ерте жастан бастап адамда тәртіп, сонымен қатар шыдамдылық дамуы қажет. Шығыстаналық айтқан, темір отта шынығады, адам қиындықта шынығады деп. Тайгер парентинг осы сигналды негізін қалайды. Келесі, бала үшін еркіндік емес, бала үшін болашақ маңыздырақ. Қысқа мерзімді еркіндік балаға ләззат келуі мүмкін. Дегенмен ұзақ мерзімді болашақ үшін талап пен тәртіп еркіндіктен маңызды. Тайгер парентинг еркіндікті емес, нәтижені көздейді. Мысалы, Қытайда балалардың ойынға емес әлеуметтік желіге деген шектеулі уақыттары бар. Бұл позицияны мемлекеттің өзі қолдай отыра, ата-анаға қолдауына септігін тигізеді. Өткен жастардың уақыты болашақтың капиталы. Бізде бір белгілі бір факт бар. Егер белгілі бір емтиханға ертерек дайындалған сайын сен көп ақпаратты өзіңе сіңіресің, көп нәрсені жаттайсың, көп нәрсені оқи аласың. Бұл сен емтиханда өзің жақсылығын көрсетудің нағыз кепілі. Яғни бала үшін олардың уақыты тағы немесе приколдарға емес, өзінің болашақта қажет болатын сұрақтарға уақыт берген ол бала үшін маңыздырақ, айтқанда тиімдірек болып саналады. Келесі бәсекеге деген қабілеттілік. Қазіргі жаһандық заманда табысты болу үшін бала тек білімді емес, сонымен қатар бәсекеге қабілетті болу керек. Тайгер парентинг осы қабілетті дамытудың тиімді жолы. Мысалға, Азия мемлекеттері, жоба мемлекеттерінде оқушылар мектеп қабырғасында жүріп ақ түрлі олимпиадалар мен тесттерге қатысады, ұлттық, халықаралық деңгейде жарысады. Бұл бәсекеге түсіп үйренуге мәжбүр деп айтсақ та болады. Осы келетін нәрсе ол Конфуций ілімінде айтылған білімсіз бәсекеде тәртіпсіз ой жеңіледі. Яғни тәртіпсіз дайындық табыс әкелмейді. Тайгер парентингтің тіке дәлелі осы. Осы аргументтерді келтіре отырып біз нені ойлаймыз? Қорытындыға келсек, Тайгер парентинг баланың болашағында былай айтқанда болашағын жақсы жолдан табуға мүмкіндік беретін позиция саналады. Яғни Тайгер парентингті қолдаудың пайдаларын біз әлем мемлекеттеріне мысал ретінде ала алдық. Осыны айтып отырып біз Тайгер парентингті қолдаймыз, өз позициямызда қаламыз. Тайгер парентинг бұл баланың жетістікке жету үшін оған шамадан қысым жасау, ал бұл ұзақ мерзімде баланың психологиялық, эмоционалдық және әлеуметтік дамуына зиян тигізеді. Сол себепті біз оппозиция бұған қарсымыз. Неге? Оған мен бір емес бірнеше аргументтер келтіре кетейін. Бірінші, Тайгер парентинг баланың психологиялық денсаулығына кері әсерін тигізеді. Бұл әдіс баланы үнемі қысымда ұстайды. Жоғарғы талаптар мен қатал тәртіп баланың стресске, үрейге және өзін-өзі бағалауға ұшырауына себеп болады екен. Оған дәлел ретінде америкалық психолог Эмма Чуа өз кітабында Тайгер маза ретінде тәрбиелеу жолдарын сипаттайды. Алайда көптеген зерттеулер бұл әдіс баланың өзіне деген сенімділігін төмендететіндігін көрсетеді екен. Балалар өз ата-анасының махаббатына тек табыс арқылы ғана лайықпын деп ойлай бастайды. Одан басқа енді бізде орысша сөз дрессировка дейтін. Яғни біз адам емес, жаңағы робот дайындау үстіндеміз. Неге? Өйткені адамға қысым жасау, ол бір кезде баланың болашағына балта шабумен тең болып табылады. Енді мысалы көбісі білім сапасына келіп қояды, жаңағы сапалы білім беру үшін баланы тәрбиелеу керек дейтін нәрсе. Бірақ шындығына келетін болсақ, баланы қысым арқылы тәрбиелеу бұл үлкен қателік. Неге? Өйткені дамыған алдыңғы қатарлы Жапония, немесе Корея сияқты мемлекеттерде жасыратын жоқ, білім сапасы бойынша бірінші орында тұрғаны мен де, бірақ олар да әлемде суицид, яғни өзін-өзі қол жұмсау қатарында алдыңғы қатардағы мемлекеттер деп саналады. Неге? Өйткені бұлар мемлекеттерде ата-аналары балаларына қатты қысым жасайды. Яғни осы жоғары жетістікке жету үшін үйту керек, бүйту керек, сөйту керек дейтін әңгімелерді көп айтады. Ал бұл баланың психологиясына үлкен зиян болып табылады екен. Енді одан кейін баланың жеке қалауын, қызығушылығын басып тастайды. Бізде қазақта керемет сөз бар, 13-те отау иесі. Демек, бала 13-ге толғаннан бастап ақыл есі жетілген, ол өзі толыққанды адам. Демек, оның өзінің ойлау қабілеті бар, өзінің мнениесі бар деуге келеді. Енді қатықтаудан басқа 5 жасқа дейін баланы құлдай тәрбиелейді, 5 жастан бастап 5 жасқа дейін баланы патшандай көреді. 5 жастан 13 жасқа дейін құлдай тәрбиелейді, ал 13 жастан бастап досындай сырлас деген. Демек 13-тен асқан баланы біз керісінше қысым жасап, айтқанымызды отыр тұр деп тәрбиелемей, керісінше ол баламен ақылдасып, оның болашақта кім болғандығын сол баладан сұрап, соған қарай икемдеуіміз керек болып табылады екен. Яғни Тайгер парентинг көбіне баланың не қалайтынын елемейді. Ата-ана оның орнына шешім қабылдайды. Бұл баланың өзін-өзі тануына үлкен кедергі келтіреді екен. Жалпы адамға беретін мотивацияның екі түрі бар. Ол ішкі және сыртқы. Енді
осы тайгер паркинг көбіне сыртқы мотивацияға негізделген, яғни мақтау, жазалау, бағалау дейтін сияқты. Мысалы біздің қазақта жасатынымыз жоқ қой, жұрттың баласына қарашы деп айтамыз, бірақ өзіміздің баламыз ше, ол баланың болашағы ше, біз соны өзіміз істемейміз, ойламайды екенбіз. Негізінде ішкі мотивация шынайы қызығушылық пен сүйіспеншілік негізінде дамиды екен. Мысалға ретінде алатын болсақ, бізде жаңа айтып жатыр, қарсылас командада ОБТ дейтін нәрсе бар деп. Енді ОБТ-ға жасыратыны жоқ, балалар көбіне өзі қалаған мамандыққа емес, керісінше әке шешесі немесе ата анасы қалаған мамандыққа тапсырады. Жалын жарайды, тапсырды делік. Мысалға бір оқушы негізінде ол суретші болмаса дизайнер болғысы келді, бірақ ата-анасы оның дәрігер. Бізде қазақта көбіне мұғалім мен дәрігерлік қой. Енді мұғалім немесе дәрігер болғанын қалайды. Енді ол бала бірақ туғаннан немесе өскелі армандап жатқан мамандығы суретші немесе дизайнер болу тұғын. Бірақ әке шешесінің қалауы бойынша ол өзінің бүкіл осыған дейінгі арманының барында бір жерге ығыстырып, яғни әке шешесінің қалауы бойынша дәрігерлік мамандыққа түсті. Дәрігерлік мамандықты 9 жыл оқыды. Ал 9 жыл оқығаннан кейін ол мамандықты сүймегендіктен кейін дәрігер болып мықты маман жұмыс жасай ала ма? Міне сұрақ. Енді осыған жауап бере алатын адам бар ма? Жоқ. Неге? Өйткені бірінші біз табысқа қол жеткізу үшін сол мамандықты соны істеуіміз керек, сүйе білуіміз керек екен. Одан кейін үшінші шығармашылық пен дербестікті тежейді. Яғни тайгер паркинг көбінесе дұрыс немесе қате дейтін шеңберде тәрбиелейді. Бұл шығармашылықты жаңаша ойлауды және бастама көтеруді тұншықтырады екен. Енді оған дәлел ретінде креативті ойлау, 21-ші ғасыр дағдыларының бірі болып табылады. Бүгінде табысты болу үшін адам тек жаттап, орындап қана қоймай, жаңашыл болуы керек. Ал біз тайгер паркинг арқылы баланы тек не істейміз? Үйтпе деп тәрбиелейміз. Демек, бала бұл өзінің ойлау қабілетіне айырылып, яғни әке шешесінің кейін болашақта уже жоғарғы жаққа қызмет ететін болса, басқа бастықтардың айтқанын істеп, оты десе оты, түрде тұратын роботқа айналады екен. Яғни олар қателесуден қорқады. Қателесуден қорыққаны алдағы уақытта қателік жіберетін болса, оны ол көтере алмауы мүмкін. Ал одан басқа тағы да бізде ғылымда немесе жалпы әлемде дәлелденген 5-ке оқитын балаларға қарағанда табысқа көбірек жеткен ол 3-ке оқитын балалар. Неге? Өйткені 5-ке оқитын бала сөзінің шыны жасастырып әке шешесінің айтқанын істеді, орындады, мұғалімнің сүйікті оқушысына айналды. Ал 3-ке оқитын балалар ше, олар не істеді? Ол ешкімді айтқанын тыңдаған жоқ. Олар тығырықтан шығу үшін ол өздерінің миларымен жұмыс істеді. Нәтижесінде сол 3-ке оқитын оқушылар қазіргі таңда 5-ке оқитын оқушылардың кімнен алды? Әрине бастығынан алды. Демек, тайгер паркинг бұл бізде қате тәрбие. Одан кейін 4-ші аргумент ретінде ата-ана мен бала арасындағы сенімділік. Егер бала үнемі қысымда болса, ол ата-анасына ашық болмайды. Ал қазіргі біздегі 20-ші ғасырдағы бала, білесіздер, біздің өзіміз әке шешеміз бізге әңгіме айтатын болса, біз оған істейміз, қарсы шығамыз. Ал тайгер паркинг арқылы тәрбиелеген бала, оны істейді, әке шешесіне қарсы шықпайды, өз ойын айта алмайды, нәтижесінде әке шешесімен арасындағы қарым-қатынас бұзылады екен. Көптеген балалар ата-анасынан проблеманы ашық айта алмайды, себебі олар өз сезімдері үшін ұялады және ата-анасына түсінбейді деп есептейді. Неге? Өйткені ата-анасы оны сол тайгер паркинг арқылы тәрбиелеп тастады. Және қысым арқылы жеткен жетістік ол ұзаққа бармайды. Баланың сыртқы жетістіктері маңызды болғанымен, оған ішкі күйзеліспен бірге жүретін болса, бұл үлкен тұрақсыз жағдай болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, баланс сақталған отбасыларда балалар өмірге көбірек риза болады, өз жолын табады және ұзақ мерзімді табысқа жетеді екен. Енді тайгер паркинг кезінде тайгер паркинг арқылы тәрбиелеген шығар, бірақ 21-ші ғасыр олай тәрбиелейтін заман емес. Неге? Өйткені біздің кезімізде Z ұрпақ болдық, ал қазір 2010 жылдан бастап тәрбиеленген балалар бұл тарихта альфа ұрпақтар. Енді альфа ұрпақ 2010-нан бастап, яғни жалпы әлемде ғаламтор желісінің пайда болуы мен Instagram және iPad дейміз ғой, сондай сияқты құралдардың ойлап табуына байланысты қалыптасқан жағдай. Енді ғалымдар есептеу бойынша алдағы уақытта альфа ұрпақтардың саны 2 миллиардтың үстінде асып жығылады екен. Енді альфа ұрпақтардың тәрбиелеуде ондай жаңағы біз айтып отқан тайгер паркинг мүлдем қарсы нәрсе. Неге? Өйткені олар ата-анамен жақсы қарым-қатынасты қалайды, немесе ашық болғанға. Одан басқа альфа ұрпақтардың тағы да ғалымдар зерттеуі бойынша олар бір мамандықпен тұрақтап қалмайды екен. Керісінше көптеген мамандықты игереді. Ал егер де ата-анасының жаңағы тәрбиесінде болып, сен бүйту керек, тек қана сен осы мамандықты игеру керек деген бала, ол болашақта үлкен жетістікке жете алмайды. Өйткені мектеп табалдырығын аттағандар үшін мұғалімнің жеке тұлғасы, оның қарым-қатынасы мен диалогқа дайындығы ерекше маңызды. Жалпы қайшы әлемнің дамыған мемлекеттерін қарасаңыздар, диплом маңызды емес жұмысқа тұру үшін. Неге? Өйткені қазіргі таңда
адамға ең маңызды нәрсе қарым қатынас. Неге? Өйткені өзінің затыңды сата білуің керек, өзінің жұмысын көрсете білуің керек. Ал оның барлығы неге келіп тіреледі? Екі адам арасындағы қарым-қатынасқа келіп тіреледі. Ал қарым-қатынастың мықты, жақсы болуы ол кішкентай кезінде бастап берген тәрбиеге байланысты. Енді жалпы таяқ емес тәтті бер дейді ғой. Енді жақсы альфа-алфавиттарға негізінде таяқ емес не істеу керек? Тәтті беру арқылы алдау керек. Одан басқа альфа-алфавиттардың тағы бір ерекшелігі, олар ұзақ мерзімді болашақта емес қысқа мерзімді болашақта көреді екен. Ал бізде тайгер пантик арқылы тәрбиелеу ол ұзақ мерзімді болашақ. Ана кішкентай бірінші класстағы сыныптағы балаға сен болашақта кім боласың, дәрігер боласың деп айтамыз. Арада әлі неше жыл бар, бізде жоқ дегенде 15-20 жыл бар. Ал 15-20 жылдың ішінде не өзгерді, не өзгермейді. Ал альфа-алфавиттарға керісінше қысқа мерзімді бағыт бағдарлар арқылы тәрбиелеу бұл үлкен жетістіктерге жететіндігін ғалымдар дәлелдеген. Сол себепті біз оппозиция тобы тайгер пантикке қарсымыз.